Қазақстанда соңғы кездері жасөспірімдер арасында суицид оқиғалары көбейіп кетті. Мамандар балалардың біраз бөлігі интернеттегі ойындар мен комикстердің әсерінен осындай әрекетке барған деп дабыл қағуда. Бас прокуратура өз-өзіне қол жұмсауға итермелеген контентке қатысы бар бірнеше телеграм арнаның әкімшілерін тексеріп жатыр. Бас прокурор Берік Асыловтың айтуынша заңнамаға өзгерістер енгізу мәселесі де қарастырылады. Балаларды суицид жасауға итермелейтін 15 000 сайт пен сілтеме бұғатталды. Дегенмен қоғамды ерекше алаңдатып отырған интернеттегі ойындар жаңадан шығып жатыр. Қазір әлеуметтік желіде балалардың қауіпті іс-әрекеттерге итермелейтін ойын тарап кетті. Ол ата-анаңа қарсы шық, үйден қашып кетудің амалын тап деген құйтырқы әрекеттерге толы. Тіпті суға батып өлуге, шатырдан секіруге үгіттейтін көрінеді. Осыдан небәрі 2-3 ай бұрын шыққан қауіпті ойынды әлем бойынша 10 миллион бала жүктеген. Солардың қатарында қазақстандық жасөспірімдер де бар. Бүлдіршіндер ойынның жарнамасын негізінен TikTok желісінен көреді екен. Қауіпті ойындарды смартфонға жүктеу оп-оңай. Жасын сұрамайды, ата-ана рұқсатын талап етпейді. Алайда мұнда атышулы Синий кит, Тихий дом ойындарындағыдай суицидке итермелейтін куратор жоқ. Мұның тәсілі мүлдем жаңаша. Ол музыка, әдемі графика арқылы баурайды. Бұған еліккен бала виртуалды әлемдегі тентек оқушының рөлін сомдап, түрлі қорқынышты әрекеттерге барады. Онлайн ойыннан бөлек манхва дегенде тарап жатыр. Манхва ол оңтүстік Кореяда кеңінен танымал комикс. Ол Корей мәдениетін, дәстүрлерін және ойлау тәсілін бейнелейді. Ол жаңа денеде, ұқсас әлемде немесе өткен өмірінде қайтадан өмір сүру мүмкіндігін насихаттайды. Жуырда Ақмола облысы Аршалы ауданында 14 жасар қыздың өз-өзіне қол жұмсағаны белгілі болды. Ол суицид алдында интернетте қайта туу туралы манхва нұсқаулығын қараған. Бұл сайттарды бірден шектеу мүмкін емес, дегенмен балаларды техникалық жағынан қорғаудың жолы көп. Соның бірі арнайы қосымша арқылы қорғау. Осы арқылы балаға көрсетілетін контентті шектеуге болады. Сақтықта қорлық жоқ. Дегенмен ата-ана шектеу қойса да, жеткіншектердің түрлі айла тауып желден көңілі қалаған табатын жасырын емес. Мамандар да тыйымның жағдайды одан әрі ушықтыратынын айтады. Сондықтан баланы қорғаудың жалғыз жолы ашық сөйлесіп, тілін табу.